Зікір деген нәрсе не? Зікір Алланы еске алу. Алланы еске алуда тілмен еске алу бар, одан жүрекпен еске алу бар. Немесе екеуі бірге қосылып еске алу бар. Ал оны жақындату үшін, тіл мен жүректі бір-біріне жақындату үшін ананың мағынасын түсініп отырған дұрыс болады. Одан екінші нәрсе жай баяу айту, тез айтпау, баяу айту. Баяу айтқан кезде тіл мен жүрек жақындайды бір-біріне. Одан кейін жігіттер, басқа нәрсемен айналыспай отырып, өзің тек қана соған ғана уақытыңды беріп отырып зікір айтасың ғой. Сол кезде жүрек пен тіл жақындайды. Өйткені тіл мен жүрек алыста кеткен бізде. Одан екінші нәрсе, құблаға қарап отырып зікір айтсаң, тілің мен жүрегің жақындайды. Дәретпен отырып зікір айтсаң, тілің мен жүрегің жақындайды. Сөйтіп жігіттер былай болады. Бара-бара жүрегің зікір айтатын болады тіліңмен қоса. Бірақ бұл өте үлкен жұмыс. Бірден болмайды. Жету керексің сол деңгейге. Бірден ырғып шығам деп, бірден ырғып түсем деп, мертігеді, жатады дейді абай ата. Исламда шартарапқа тарау үшін көптеген уақыттарға мұқтаж болған. Сондықтан да зікір жүрекпен тілмен болады. Бірақ жүрегің қосылмай жатса, тіліңді де тоқтатпа, тіліңмен де жасай бер.